18 ғасырда Қазақстанның батыс өңірінде Есенгелді атты кісі тұрмыс кешеді. Ол жеті атасынан бері бай, мал жаны мыңғырған адам болса керек. Нағыз шынжыр балақ, шұбар төс дәулетті адам екен. Болыс болып елде билейді. Оның тоқалынан Бекей есімді ұлы болыпты. Бекей орысша сауаты өте жоғары, көзі ашық жігіт екен. Байдың бәйбішеден туған ұлдары Бекейдің ел ішіндегі беделін көре алмай, әкесін ұлына айдап салады. Оған: балаңыз атадан қалған дәулетті бей-берекет шақшып жүр, ел жұртқа абыройсыз қылып бітті деп жамандайды. Оларға иланып қалған Есенгелді: олай болса, маған қандай ақыл бересіңдер деп сұрайды. Ойбай әке, ондай баланың барынан жоғы, тез құтылғаның үшін деп азғырат мысық тілеу ұлдары. Зұлымдардың тіліне ерген бай Бекейді мерт қылады. Бұл оқиға кейін барлық жерге әшкере болады. Байдың келіні өте есті жан екен, әкесінің өз ұлының түбіне жеткендігін дәлелдеп, қазы билердің алдына жүгінеді. Бай баласын өлтірген мойындап өкінеді. Даудың соңы құмға кеп тірелгенде өжет әйел: еріме құт болмаған дәулет маған бақыт бермейді. Бір ғана тілегім бар, қайынатамның жеті атасынан бері келе жатқан құндыз жағалы тоны төрінде ілініп тұр, соны бір аттап өтем, басқа талабым жоқ депті. Келінің өтініші орындалады. Көп ұзамай Есенгелді бір жұтта 4 түлік малынан тегіс айырылып таяқ ұстап қалады. Киелі киімі аяққа тапталғандықтан байдың бағы тайыпты. Ақыры Есенгелді жоқшылықта қайыр сұрап жүріп өлген екен. Бұл оқиғаға қатысты орыс жазушысы Даль Бекей мен Мәулен атты хикаят жазған. Осы жағдай киімнің де құты болатындығын, оны басқанда киесі кетіп, шаңырақтан бақтың ұшатындығын көрсетеді. Жазушы Мұхтар Мағауиннің «Алты бақаннан соң» атты әңгімесінде ер адамның киімін әйел адамның астына басып отырмайтыны жайлы сюжет бар. Әйел адам ер кісінің киімін астына басса, оның басынан бағы таяды деген ойды әсерлі де нанымды жеткізген.